Baba тұрш, бүгін маңыздың зауыттың ешіп барады еще күрес. Баш, тұрш. Ya, bitpeydi mаңызды күн o. Baba, тұрш дейм, тұр. Ал балам, ешқандай да уайымдама. Локаға не үйретті, соның барлығын жасасаң, сен чемпионсың. Түсінікті ғой? Алло. Қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Ерке телефонын көтермейді ғой. Мамаң ғой телефонын қаяқта. Ерке сабаққа кіріп кетті ғой жаңа. Жақсы. Сабаққа ұйықтап қалып жүрген жоқсыңдар ма? Бұл да сенде ұйқыға жақсы едіңдер. Өй, жоқ, қазір ұйықтайтын заман емес қой. Жақсы, ал менің таксиім кеп тұр. Давай. Папа, неге мектептемізде өтірік еттің? Уайымдамасын дедім, жүр. Папа, кешік бара жатырық қой. Неге таксимен бара салмаймыз? Қазір жарыс. Дене қызып бару керек. Баса берсен. Сіз ше? Мен не қыласың? Мен ба күресетін сен ғой. Бар жүгір, артыңа осылай қарап барам. Ақша болса таксимен баспаймыз ба? Балам, бүгін сен өзіңді көрсететін күнің. Ей, кім анау? Ринат па? Сол боқмоннан мықты екенін дәлелдеуің керек. Барыңды салуың керек сен. Келдің ба досым? Қалай? Келдің ба? Ерке дайынсың ба? Дайынмын. Өй, түнімен жасықпай, 3-ке дейін жаттығып шықты ғой. Жамбасты 10 000 рет істедің ғой мен. Серьезно ма? Я енді өзіңіз істе деп айттыңыз ғой, біреусіне солай айтты деп. Ей, мен саған примерно дедім ғой. Жобасы 10 000 рет жасаған шығар Сол енді. примерно менде 5 000 бар жасадым сол. Мәссаған. Жұрттардың кәдімгідей фанаттары бар ғой. Маған қара. Ондай фанаттар сенде де бар. Айтпақшы фанат демекші, аруға айтшы. Біздің фан базаға қосылам екен. Мана инвестормен сөйлестім. Кешке кездесеміз. Кел балам, киімдеріңді шығар, ертерек киініп денеміз қыздырайық енді. Айтпақшы, ару бар емес па? Ринаттың фан базасында екен. Ей, қайта жақсы емес па? Ринатқа жақтасып отқан кезде жеңіп кетесің, зато эффектні болады. Давай, мұңайма, тез-тез кейін, тез-тез шығып, тез-тез бәрін жеңіп, еще бізге инвесторге бару керек. Өздері дайындала берсін ба? Мына жарыс қашан басталады? Мына түрімізбен инвестормен кездесіп үлгермейміз ғой біздер. Ұйымдастырушылар қайда екен? Барып сөйлесіп келейінші. Ұстадың, жеңнен ұстадың. Міне бірінші план бұл. Міне ұстадың ғой. Тарттың да. Міне, оппа деп жамбаспен кірдің. Лақтырдың, көрдің ғой? Міне, кірдің да. Лақтырдың. Сосын екіншісі бар. Адан ұстадың онда да. Міне, желкеден ұстадың. Тарттың. Көрдің ма? Міне, көрдің ғой? Қолдың күшімен. Үшіншісі бар. Тез үйретіп ала. Міне, мынаны тарттың. Өзіңе тарттың ғой. Міне, іші сырттан салдың. Көрдің ма? Сен не менің әдістерім қайталап жатсың? Менің әдістерім дейтін не, өзің ойлап шығардың ба не? Өзім ойлап тапқан әдісім. Жүрші сөйлесейік. Уайымдама, Ерке. Сен әкеңде бір адамдай барсыз ғой. Кезінде, жас кезінде қатты өліскен сенің әкең. Болсын, дым ұрықпа. Балам, өзіміздің әдістерді жасай берейік. Алар ашуланып тұр. Болмайтын нәрсеге. Төбелесіп қалармыз. Әкең профессор болғалы, сабырлы болып қалған ғой. Қорқпа. Ұстайсың ғой, үстіңді кәдімгі, ұстап кәдімгі.
үзік лақтыра бер. Ұстадың? Оп, оп. Көзбен, міне. Оп. Күнділерді. Көріп қой, кәдім талайын лақтырғамыз, талайын сындырғамыз. Қорқпаш. Давай. Ұстадың ғой енді жіберме. Жібермесінші. Жіберме. Досым, әлі ұзақ па? Инвестормен кездесетін уақыт болып қалды. Баш. Ұста. Кетті. Әдемі күрестің. Дәл осының үстіне кішкене қосу керек. Тарт өзіңе қарай. Сатып алған мыналар. Уайымдама. Тарт, толыққа кіре бер, жамбас атыстай бер. Не болды? Бізге кету керек пе, инвесторге бару керек. Мына тұрымызбен кешігіп қаламыз ғой. Қара тұршы инвестор. Ұстадың? Еркек айтшы, ұтыла салсын деп. Ұтыла салсын деген не сен? Есің дұрыс па? Қосып отыр тек, қосып отыр. Күтіп қалады ғой қазір бізді. Күтсе күтеді да енді. Жамбас. Кірдің, белдіктен салдың, жамбасқа тастадың. Иә, осылай. Балам, ол финал. Барың сал. Соңғы кездесу. Кеттік. Давай. Ұстадың, тарт! Тартқыла! Тарт! Инвестормен кездесетін уақыт қалды. Тұра тұршы инвесторыңды, кетші! Инвестор, тарт деймін! Ұста, балам, не болды? Табан жатпай алған сияқты. Тамақ? Болмаса беріле салшы, екінші барыс дегенде нормально естілетін сияқты ғой. Басшы! Балам, кішкене қалып, балам. Сәл шыдашы болды, сәл шыда. Кішкене қалып, барыңды сал. Ерке, тарттың, тобық. Қоя тұршы, еңіз, тарт! Инвестор звондап жатыр, сөйлешші, сен жақсы сөйлесесің ғой төр. Алло. Ерке, барда раздевалке бар, тез киіміңді ауыстыршы, инвестормен кездесуіміз керек. Қандай инвестор? Ерке не болды? Ерке қайтып болды. Ой, қақа кеттің? Раздевалкеге кетті. Инвестор не деп жатыр? Сөйлестім. Кешіріммен қарады ғой, мен айттым бірден, баламды қолдауға күресіне барам дедім. Жарты сағат уақыт берді, одан кейін кездесу бар екен. Кеттік. Инвестордан ұят болады, тездетейікші. Кетіңдерші инвесторларыңмен. Қандай инвестормен жарыстан ұтылып қалдың? Сендерге менің өмірім қызық емес па? Тек қана өздеріңді ғана ойлайсыңдар. Болды, мен бүгін өзім үйімде қонамын.
кетіңізші. Ерке, тоқтатшы. лучше сен тоқта, бүгін ешкіммен кездеспейміз. Ерке! Кешірші досым, артық кетіп қалдым. Мен кешірем ма досым? Еркеден ұят болды. Ол кешіре ма? Звондашы Еркеге, не істеп жатыр екен? Кешірім сұрашы менен. Неше рет хабарластың? Көтермейді телефон. Алимаға звондашы. Алимаға? Алло, Алима, қалайсыңдар? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз. Ерке не істеп жатыр? Ерке не істеп жатыр деген несі? Сенің қасың демес пе? Ерке не істеп жатыр деп па? Ерке сәлем айтып жатыр. Еркеге трубканы берші. Ол енді бүгін жарыстан шықты, үйге терлеп келді, душқа кіріп кетті. Не үшінші орын алды? Жақсы, Алима. Хабарласамыз. Жақсы. Прикинь, анау үйіне бармаған. Не істейміз енді, полицияға звондайын ба? Ой, полициясыныз, өзіміз іздеп көрейік бірінші. Бала сенің қаның ғой. Ашуланып, ешкімді көргің келмеген кезде қайда баратын едің? Үйге барам. Жоқ, кішкентай кезіңде. Мен кішкентай кезімде дәл мынадайға ашуланған жоқпын мен. Қойшы құрсын, дым ашуланған жоқсың ба не? Жоқ, мен мынадайға ашуланам. Қайда болуы мүмкін, қайда кетуі мүмкін ол? Әкесі сен білмесең, басқа ешкім білмейді оны. Мамасы біледі. Мамасы. Алима, Ерке бүгін жарыста екінші орын алып қалды, көңіл күйі түсіп қалды. Настроениесін көтерейік деп енді. Қайда барғанын жақсы көреді ол? Өзінен сұрап көрмедің бе? Өзі айтпай тұр, сол ештеңе керек емес деп. Иә, ол сөйтеді. Настроениесі болмаса, көңілін табу қиын. Сол табу керек болып тұр ғой. Білмеймін ғой енді, сол үйдің қасында компьютерный клуб бар. Сонда көп барады. Сол жаққа апарармын онда. Үй жаққа келетін болсаңдар, Ерке жақсы көретін тамағын дайындап қояйын. Кешкі асқа келіңдер. Көреміз, я. Кеттік. Ерке, кешірші бізді. Мен саған. Я, балам, бізді кешір. Сен біз үшін мәңгі жеңімпазсың. Екінші орын деген просто әңгіме ол. Конечно, жеңімпаз. Ойлап қарашы сен. Бір күн дайындалып, екінші орын алып тұр ғой. Егер бір жыл дайындалатын болса, әлем барысы болады ғой бұл бала. Я, жеңіс деген ол алтын медаль емес. Жеңіс деген ең бірінші өзің жеңе білу. Мен сені көрдім, тартыстың, алыстың, жұлыстың. Ең бастысы, мен сенің қасыңдамын. Сен менің чемпионымсың. Ханымдар мен мырзалар, сіздердің алдарыңызда әлемнің 7 дүркін барысы, даже жолбарысы деп айтуға болады. Жауырына жер иіскемеген, жамбас король лақабатымен әлемге танылған, қарсы алыңыздар, ақылы Ерке! Чемпион! Мама, бір-ақ күн дайындалып, екінші орын алдым. Жаным сол, менің чемпионым. Тренерің туралы айтып қойсайшы. Баукаға, менің тренерім бір әдіс үйретті, бір әдіспен барлық балаларды бұлай-бұлай қадап шықтым ғой. Менің еще әкем маған жарыста поддержка берді. Жарай, қалғанын дастархан басында айтасыңдар. Бак, қолыңды жу. Сенің сүйікті тамағыңды дайындап қойдым. Жаным, сендер нақып тұрсыңдар, кірсеңдерші. Сосын кеш болып кетті, осында қона салыңдар. Бол, жүріңдер, тездетіңдер. Чемпиондарға дәмді тамақ. Қонсын деп жатыр ғой. Мощь. Астына жетіп үстіне кетіп.